Всем привет, достар! Бүгін біздер мектеп оқиғасында жаңа оқушыны қарсы алатын боламыз. Бізбен бірге Рай Кезетте ойнап жатыр. Рай Кезеттің YouTube каналын описаниеге және комментария қалдырамын. Міндетті түрде каналына тіркеліп алыңдар. Бүгін бізде қызық оқиға болады деген сенімдеміз. Бастаймыз. Привет, апай. Иә, бұл 9 А класы. Ой, апай, кім кіріп кетті? Сәлем, сен біреуді іздеп жүрсің бе? Апай, мен жаңадан келдім. Сіздің жаңа оқушыңызбын. Жақсы, қош келдің. Бұл сенің сыныптастарың, енді түгел емес, сондықтан пока отыра бер қалған орныңа. Апай, сабақ жалғастырамыз ба? Қуаныштымын. Иә, отыра ғой. Сәлем, жаңадан келген оқушы. Айтқандай, мынандай дәптер мен ручка ұстап ал. Парық қой. Жарайды, жаңадан келгенге тиіспей ақ қой. Асып кеттім, сол ауырып жүрген ғой. Тынышталамыз балалар. Жазамыз, қоңырауға шығамыз. Алақай, қоңырау болды. Жүр, жаңадан келген оқушы, қоңырауға шықсайшы, кішкене мектепті қарап шық. Жарайды, мен де көріп қайтайын. Коктейльдің дамысын ай. Ура! Апай, кешіріңізші, мен сабақтан қалып қойыппын, ұйықта қалыппын. Жарайды, келесі сабақтан уже қосыла бер. Балалар, келесі сабақ дене шынықтыру. Ура, жақсы болды ғой онда. Асханаға кіріп шығып, жүріңдер, асхана мына жақта. Бізге жаңадан оқушы келді ғой, көрдің ба? Мына жерден кола ішіп, киімді ауыстырып, физраға барайын. Дышыны кім класста осылай киім ауыстыратынбыз? Біз сендерде қалай болды, достар, жаза кетіңдер. Біз раздевалкаге көбіне класста киіне салатынбыз. Әдеттегідей мен бірінші келдім. Жоқ, достар да кетті. Сен спортивкің деріске ой, жасыл жапырақ сияқты. Қыздар, сендер тез қазір ағай келсе ұрсат біздің. Жаңадан келген оқушы осында ма? Міне жасыл киіп алған ғой. Сумкасын тастамапты бірақ. Не болды? Есімің кім болады? Есімің кім? Рай Кезеттің мен. Күшті. Рай Кезет. Менің есімім Нұрай. Қуаныштымын. Ал менің атым Азамат. Сары балапан. Скоро качок болам, ойымдамандар. Мынау качок болам дейма, тұрыған тұрын қара. Қойше. Бармаған суап кел, новенький Рай. Өздерің әкеп алыңдар, мене сендер айтқан жүгіріп кететін чортын ба не? Чортсың ғой. Чорт емеспін мен. Қойыңдар, новенький келгенге тиіспей қойсаңдар, ол бізге әлі үйренген жоқ қой. Шағай қайда өзі, келе ма келмей ме? Сабақ бітті ғой уже. Келмейтін сияқты, бәріміз кете береміз ау деймін. Райдың сумкасын қараңдар. Сумкасын тастамапты. Қандай сумка ұстап 9 оқып алып. Ауылдан келген шығар. Неге ауырып жатсыңдар? Сумка Шанельден аттақ. Арқасында сумкасын қараңдар. Садикке баратын балалардық сияқты. Қойындар, жылап кет қасай тағы. Ренжіп қалды. Ағай келсе айта салыңдар, мен қазір келем, ема. Рай Кезет ренжіп қалды, достар. Рай Кезет, тоқта. Рай Кезет. Не болды? Рай Кезет, оларға көңіл аударма жарай ма? Менің класстарым әзіл дегенде жақсы көреді. Негізі олар жақсы қыздар мен ұлдар. Білмеймін қайдам. Болай емес сияқты ғой. Кел бері, маған тисе береді. Оларға да қой деп айтып жатырмын. Жақында олар қояды негізі. Жылауық қой мынау. Азамат қоя тұршы. Мен үйге қайтам. Жарайды, қайта қой, бара бер. Көңілім босап кетті. Жыламай, жігітсің ғой. Дұреш, қайтам дейді. Қайтсаң қайт. Жарайды, неқта есік шыға бер, қайта бер, бар. Бара бер, ағайға айтам. Достар, неге тиістіңдер оған? Рай Кезет, ренжіме, ойнап айттық. Дұршағай, қайда жүрсіз? Анемия болып, скиніз дұрыстап кемес бе, Дұршағай? Кеттік сабаққа. Кино қызық болмай кетті ғой. Бізде ертең сабақтың соңғы күні ғой ше, папа. Қызым, бізге жаңа көрші келіпті ғой, жүр бар қайтайық. Бір көрші келгеннен кейін, көрші деген жақсы адамдар көріп қайтайық, біліп қайтайық, қандай адамдар екен. Жарайды, пап, кеттік онда. Барайық, жүр. Қай жақта көршілер? Біздің оң жағымызда алыпты ғой новый үйлі. Қош, бізде оң жағымызда ма прям? Қарасайш. Бұрын көршілер болмаушы еді ғой бізде. Соны айтам. Кәме сумкамнан бір подаркілер қарап жерейін, енді құрғол барған ұят болар. Ойбай, машинамен басып кете жазады, папа. Міне, папа, алдым гүл, жүре бер. Сумкамда әйтеуір гүл бар всегда. Не деген лестница мынау, мәссаған. Тың-тың, көршілер. Ашық жересіздер ма? Ашық қой, ашық. Дұшағай неға кеп апты ғой? Түсінбедім. Сәлеметсіз бе?
Мә саған, саламатсыз ба ағай? Гүлнагүл сізге апай. Мә саған, Райкезет, сен осында тұрасың ба не? Сен ба көшіп келген? Сәлем, мен ғой осында тұрам. Менің үйім, менің мамам папам. Мә саған, сенімен көрші болдық деші онда біз. Ма гүлді ала ғой, мына гүл саған онда. Қандай қонақ жай көрші едіңіздер. Сәлем. Көршілер, бұл менің папамның машинасы лимузин. Бізде лимузин бар. Біз сіздерді бүгін қонақ етейік, жарай ма? Блин, Райкезет аяғын тартшы, көзіме кіреді қазір. Так, сіздерге сол тамақ беріп қайтайық дегенбіз ғой, тамақтандырып қайтайық деп. Үйге шақыра алмадық енді, үйде мамамыз жоқ болғаннан кейін. Жарайды, ештеңе етпейді. Иә, барлығы жақсы. Жүріңіздер, кіріңіздер онда. Бұл біздің торговый центр. Так, бұнда официант бар ма екен? Мұнда отырайық, пап. Йо, доча, отырайық. Так, пап, даяршы қайда? Официант жоқ па не? Жарайды, папа, мен официант жоқ сияқты ғой, мен өзім не қыла салайын, әкеле салайын, иә, папа? А то ұят болып қалар, бәріміз отырып алсақ, тамақты кім алып келеді. Так, мына жерге қояйын. Папа, осында жейсің ба? Міне саған берем. Йо, қызым, жеймін ғой. Так, бәріңізге онда осындай жасыл тамақ берейін, жасыл тыстағы. Маған стейк. Ой, берген нәрсені жей салмайсың ба? Ойбай, далаға сыртқа қойып кеттім, онан алып тастайын. Так, стейк дейсің ба қазір? Так, орындық үшін рахмет. Так, тамақ іш, ұлым. Батя, сушник әкеп берші. Өстіп біз баламызды жаңа мектепке бердік. Не деген көңілді отырыс болып жатыр. Балам, сен не дерзкий болып қалдың ғой? Ой, сәлем, қалайсың, класстас? Сәлем, қалайсың? Мына жерде даяршылар жоқ па не? Сендер тамақты қайдан алдыңдар? Бұл жерде самообслуживание ма? Сондай ғой, мен ана жерден алдым. Сен сол жерден алсам болады. Пока. Жаңа үй құтты болсын, лөлі. Красавчик. Рахмет. Мам, көршілерге айту керек, жыртыңдап келе бермеңдер үйге деп. Соны айтам. Маманы сыбырлап айтқандары бізге естіліп жатыр ғой. Мамасы екеуі бізге көп келме дейді, все, бармаймыз үйлеріне. Бұдан кейін бармаймын, вообще бармаймын. Просто шай алсы қалды, үйде ренжімейсің ғой. Жарайды, бопты, естідік. Үйге жеттік ау әйтеуір. Сау болыңыздар, Райкезет, пока. Мен үйім қайда еді? Мына жақта ғой, үйің 23 өзің алдың ғой. Молодец. Балалардың тамақ жейсің ба? Өлә, жаңа тамақ ішкізіп еді, қоналар әлде ұялып жей алмаған ба? Жарайды, кеттім мен. Ой, жақсы болды ғой, көршілермен бір не қып қайттық. Папа қайда кетті? Жарайды, ұйықтап демалайыншы, папа ұйықтап қалған шығар. Бүгінгі күн күшті өтті. Ура, таң атты. Так, погода не болып тұр бүгін? Блин, күшті болып тұр екен. Так, сонымен, папа қайда? Папа, тұрдың ба? Ой, папа тұрып қойған ба не? Папа, қайдасың? Мүмкін астында? Пап, бізде сабақтың бүгін соңғы күні, мен үлгермей қалам. Өтінем, завтрак дайындай аласың ба? Пап, өтінем, пожалуйста. Қызым, тұрдың ба? Иә, окей, мен дайындай салам. Рахмет, пап, мен қазір қолымды жуып келем. Бұл жолы туалетке шықпаймын. Қолымды жуам. Сендер өмір тамақ шатасыңдар, мен отырып жатсам. Так, папа, мен киімді ауыстырып келем. Иә, асықпа, доча. Асықпа болғанда сабаққа кешік баратырмын, бүгін соңғы күн ғой бізде деген. Так, киімімді ауыстырып алайын. Бүгін кішкене еркін киінуге рұқсат берді бізге. Ура! Мінекей осындай киімді киіп алдым мен. Қызыл түсті қатты жақсы көремін. Ақ түспен күшті сочетание болып кетті, иә. Так, сонымен сочетание дегенім ше. Так, папа дайын ба? Иә, қызым келіп отыр. Пап. Ой, тағы да блинчик ба? Сабаққа ақша, доча, мен көп тамақ істей алмаймын, мамаң келгенше өзің шыдай тұршы. Жарайды, пап, нормально бәрі. Так, тамақ ішіп алайын. Жарайды, су өзімде бар екен. Су ішіп алайын. Ой, пап, рахмет, көп завтракке күшті болған. Сен менде ең керемет әкесің ғой. Давай, кеттім. Ой, так, все. Кеттім, енді сабақтан кешіп қалмаған шығам деп ойлаймын. Құрбым, сен кеп қойғансың ба не? 1 сағат тамақ жейтін болдың ғой. Міне шықтым болды, үлгердім. Папа, пока. Жүріңдер. Көрші ағай сәлеметсіз бе? Мен саған қашан айтамын, саған оқы сабақ деп. Ай, пап, ұрмаш. Бар. Мәссаған. Ағай? Сәлем, қалайсыңдар? Рай, тұр. Тұрдым. Райда, сатыр сене мозға болып қалды ма, не болды? Жүрегі ойнып тұр кішкене. Ой, не омайо, папаң ұрған ма не? Қачоқы бұл? Кәтатыр Райды немен апарайық, құлап жүріп масқаралар. Ағай, сау болыңыз. Сен папаң ұратыны бар ма не? Жоқ, ашын тест жасап отқанбыз. Мама, қорқынышты ғой тесттарың. Кетті, құрбым жүр.
мә Жуканай, мен деген дым сабақ оқымадым. Жарайды, бүгін соңғы күн ғой, бәрібір қатты сабақ сұрамас. Мә соған, мә. Қойыңдар жігіттер, не істеп жатсыңдар? Мә соған. Мә деймін соған, мимен алыспа. Блин, апай қайда? Рай, ажыратшы оларды, не қарап тұрсың? Қойыңдар, қойыңдар деймін, мен ұрмаңдар, не сұмдық мынау? Апай келді, қойыңдар. Мә, Рай кезет, бостан босқа таяқ жеп қалды. Апай тұр ғой, қойсаңдаршы. Сабаққа. Сабаққа отырайық. Жапшы аузыңды, шың кетпей. Ботаник қайда? Қазір көріп келейін. Рай, қақа кеттің? Сен ботаник, екінші этажда неғып жүрсің? Жүрсе, сабақ неқта ғой. Бастаймыз, отырыңдар. Келдік. Кетші. Әлі ұрсып жатыр оңналар. Так, отырыңдар, тез. Отырдық, апай. Балалар, тақтаға шығамыз. Қане, Рай кезет, сен новенький баласын оқыңдар. Сабақ оқыңдар, өсек айтпаңдар. Так, күлкісі немене қызға ұқсайды. Мә, қойсаңдаршы, новенькийге тисе бермесеңдер, апай ұрсады. Жоқ, мына балалар неге қоймайды, Қой дегенде қойсаңдаршы, болды, мені ашуландырмаңдар. Болды, доғарыңдар ғане. Апай ашуыңды бас. Қазір мен Рай кезетке сұрақ қоям. Райка, кешір, әдейі емес. Сұрақ қойыңдар, болды, тыныш, тисе бермеңдер. Ең алғашқы ханның аты, қазақ ханның аты, және де қай жылы қазақ ханды құрылған? 1845-46 жылдар. Қума, дұрыс емес, апай, дұрыс емес қой. Балалар, қоңырау болды, қоңырауға шығып келіңдер. Ура, қоңырау. Апай, бүгін соңғы күн бізде, сау болыңыз, апай. Әлі бір сабағымыз бар ма біздің? Жарайды. Апай, мен асханаға кеттім онда. Кім асханаға барады жүріңдер? Жуканай. Не болып қалды маған, не дегенес? Мені туалеттер немене мыналардың? Сен не істеп отырсың? Райл. Рай. Не болды Рай деп менің атым қайта попугай ұқсап қайталап. Ақша бер тез. Ақша жоқ, дым жоқ, ақша жоқ. Менде дым жоқ, мен деген өзім сондай немін, ақшам жоқ адамын мен. Тауып бер бізге, ақша бер. Тимеңдер. Онда төбелес. Қыз, давай шық бұлдардың туалеті. Байқамай қалдым. Төбелесеміз, маған келіңдер. Райға тиіспеңдер, ол жаңадан келген. Рай, сен тиіспе деймін. Мен қарап тұрама, досыма тиіспе. Қазір мен саған көрсетем. Рай, бірге шығасың ба? Әпсі жаман болады. Мә саған, Рай, саған, Өтінем, ұрмандаршы, ұрмандаршы мені, тиіспеңдерші, ақша жоқ менде, шын айтам. Жасик, болды, кеттік, мыналар құлады. Қаш, тез, апайлар кеп қалмасын. Бүгінгі стейк күшті, бопты. Жуканай, ойбай, не болды мынау, деп. Рай, саған не болған? Рай? Рай, ойбай, дрешке жылама. Мен ешкімге жылап атқан жоқпын. Рай, жүрші, бургер старға келмей сияқтап күтем. Блин, бұған не болып қалды екен? Кім тиісті? Рай, не болды сонымен саған? Туалетте білмеймін, біреу ұрып тастады бізді. Өзіміздің кластағылар ма, жоғардағылар ма, біреу білмеймін, танымаймын ғой енді. Спортқа барам мен, болмайтын. Молодец. Қазір спортқа барам дейсің ба? Спортқа барар алдын мынандай, бургер жеп алу керек дейді, жеп ал. Өзімді қолға алам да, міндетті түрде оларға ответ қайтарам. Мені бәрі мынандай арық деп ешкім мені бағаламай жүр. Ертеңнен бастаймыз спортқа баруды. Рай, қалай, жақсы ұйықтадың ба? Нормально болып қалдың. Жүр, біздің торговый центрда күшті бір спортпен айналысатын жер бар. Сәлем. Жүр, көрсетейін саған, екінші этажында ғой. Жүр, Рай, қалып қойма. Так, тамақты өшіп сен шұрсын. Так, сәлеметсіз бе, мұнда тренер бар ма? Бізге тренер керек еді, міндетті түрде. Без тренер біз ештеңе істей алмай деп тұрғына жерден ше. Ағай, сіз тренерсіз ба? Мен тренер, сәлеметсіңдер ме? Қалайсыңдар, неге көмек керек? Бізге, качок болып шығу керек та. Сәлеметсіз бе, тренер? Сосын качок болып шыққанда, біз төбелесуге приемдар үйретіп деген сияқты ғой. В общем, түсіндіңіз, денемізді бірінші качок қыламыз. Мен көмектесе алам ғой. Все, ағай, онда бастай берейік. Все, міне осы балаға көмек керек, негізі пайда бар ғой. Желание деген ұрып тұр, ағай, бәрін жасаймын. Молодец, желание болса бәрін жасай аласың сен. Так, все, онда бүгінен бастайық. Бірінші спорт киіміңді киіп келіңдер. Мен қазір киіп келейін, мен кимеген едім ғой. Так, киіп келейін. Так, все, ағай, мен киіп келдім.
кола ішпе енді, арасында ғана іш, жарай ма? Ағай, мен штангыдан бастап кеттім. Иә, істей берсен. Маған пресс шығайын деп қалды жақында. Мен жүгірген базар жоқ. Мен секілді жаса, Рай. Почти качок болып қалдым, ағай. Мынаған жүгірем деп шаршап қалдым ғой, ё-моё. Болып қалдым ба өзі? Рай осылайша балалар оның намысына қатты тигендіктен өз-өзін қолға алуды бастады. Өз-өзіне өзгеремін деп уәде берді де мүлде жаттығу сабақтарын жіберіп алмады. Солайша енді 2 ай уақыт өтті. Ағай, сау болыңыз. Сау бол, Рай. Рай, сен күшті өзгердің ғой, айтыңдаршы, иә? Рай, торт жеме бірақ. Мектепте бәрін айырам. Даусына де өзгеріп кетті ғой. Жарайды, абайлайсың ғой. Рай, сабақтарыңды жіберіп алма. Сау болыңыз, ағай. Сау болыңдар, мен кеттім үйге. Рай, жүр. Пап, мен сабағы деппін ғой, әдет болып қойған ғой. Неден келгем, қаным аш тұр. Иә, мен кешкі ас жасаймын. Тамағың өте дәмді болыпты. Пап, рахмет, пока. Пока деппін ғой, тамақ ішіп болдым. Отыр, қызым, тамақ тағы да іш. Болдым, папа, тойдым, кеттім мен, оқып іштем. Так, тұра тұршы, папа, қазір барам. Жүкінай. Не болды, класстас қалайсың? Неғып кеш жетіп жүрсің? Папа қазір ұрсат маған тез айтасың ғой. Сенімен қоштасуға келдім. Не болды, қоштасқан нес? Жарайды онда, сау бол, жолың болсын. Пап, қазір кірем. Я, доча, тез кірт. Мен басқа қалаға кетем. Жарайды. Сендерді сағынам. Ата жүрме, көмек керек просто. Сол үшін көшіп баратырмын. Тұра тұршы. Біздің бірге түскен суретіміз бар еді. Райдың папасы, сәлеметсіз бе? Сен ұста. Қандай күшті естелік. Рахмет саған, Жүкінай. Жақсы, саған да рахмет. Сау бол. Сау бол. Жолың болсын. Сау бол, бара ғой. Сау бол. Райдың папасы? Жай, папаңа келгем. Жарайды. Ес жауайын. Пап, әлі тұрмағансыңдар ма? Братишка, сәлем. Пап, тұршы, өтінем. Бүгін 3 ай каникулдан кейін мен деген сабаққа барам. Біз деген 10-шы классқа өттік. Мен кеттім, тездетші, мен қалып баратырмын. Тағы да ұйықтап қаппын. Тез киімімді ауыстырып алайын. Так, бүгін осындай формамен бара салайыншы. 1-ші сабақ күні ғой. Так, папа, қайдасың? Пап, мен завтрак келгермейтін сияқтымын. Қыздар кеп қалдыңдар ма? Сәлем, келдік. Сабаққа кешіп қалмайық. Тұр. Папа, алшы, өтінем. Рай, тездет киіміңді ауыстырып кел, сабақтан кешіп қаламыз. Жүріңдер қыздар, папа жақсы, мен кеттім. Бөпені ұстап алып қалып қалмасын, жарай ма? Я, доча, алаңдама, бара бер. Так, Рай, красавчик болып кетіпсің ғой. Кеттік, қыздар. Рахмет комплименттеріңе. Сындым саған, Рай. Денең качок, прическаңнан басқа жерінің бәрі өзгерді ғой. Айттым ғой, енді өзгерем дедім ғой, өзгердім. Танымай қалдық қой. Так, достар, Райға тамсанып болсаңдар, кеттік, қазір сабақтан кешіп қаламыз. Мектепке кеттік, төбелесем балдармен. Бұл. Тез отыра қалыңдар. Апай тақтаға кім үйге қайту деп жазып кеткен? Айрам ұлдарды. Рай, болды қой. Апай ұрсады қазір. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе, апай? Мынау кім? Сен кімсің, Ал өзіңді таныстыратын сәт келді. Сағат нешеде шығасың, қызым? Пап, сен мына жерге келіп сұрадың ба? Звондай салмайсың ба? 1 сағаттан кейін шығам. Мен Рай кезетпін, апай. Окей, қызым. Не? Рай? Бұндай бала жоқ еді ғой. Мен ғой Рай кезет. Қой, сен жасымен былай төбелескен боласың ба? Сен таяқ жеген боласың бізден. Рай, қызың болайын сенің. Бекер күлдіңдер ғой маған. Айттым сендерге, качок болам дедім. Болдым. Мәссаған, Рай. Өте күшті өзгеріпсің ғой, оқушым. Айтқандай болды ғой, боп тұрсың ғой, мен қызымсың ғой енді. Ұлдар кеттік туалетке. Сендерге айтарым бар, балалар, болды, тынышталыңдар. Так, айтарым бар, жаңалық. Енді келесі аптада олимпиада болады. Давай жүрсе туалетке. Кәстіце апай сөйлеп болсын да. Так, лучше пара бола ма, апай? Жоқ, қайдағы лучше пара? Бұл сендерге мектеп қой. Олимпиада қазақ тілінен болады. Апай, қоңырау болып қойыпты. Қоңырауға кеттік. Мен үйге қайта берем. Ура, бір сабақ қана болды. Рай, айрам біға бір-бірден келіндер, Сен көп құтырып кеттің, что-то бар ғой, денем качок болды деп. Соны айтам, класста не бізді қыздардың көзінше чорт қылып көресің. Сендердің ударладың, тимейді да маған. Не? Қалай мынау, сен былқ етпей тұрсың ғой.
быт-чыт қырғын болады қазір. Давай келіңдер тағы да, мен жата тұрайын, сендер ұрып алыңдар мені. Мә, сендерге сальто айналып көрсетемін. Иә, мен мықты болып кеттім. Екеуің, мә, сендерге, мә. Сендердің әлдерің жетпейді. Айттым сендерге, көрсетемін дедім. Мә, сендерге. Енді жаңадан келген ешкімге тиісуші болмаңдар. Түсіндіңдер ме? Ай, әлсіздерге енді тиісетін болсаңдар, ісім сендермен болады. Кетті. Басымнан жаман ұрып кетті ғой анау. Ема, рай качок болып кетті ғой. Анадан жегіліп қалдық қой біз, ема. Айттым ғой качок болып кетті деп. Енді жоламай қойған. Ато жаман ұрып тастайды. Ешкімге тиіспей жүреді, түсіндің ба? Я, мен тиіспеймін, сен ғой. Достар, мен өзімнің мектепте әділеттілік орнатқаныма қатты қуанып тұрмын. Сендер де осылай армандарыңа, мақсаттарыңа адал болыңдар. Бірақ бар ғой балалар, өздеріңнен кішілерге және әлсіздерге күштеріңді көрсетпеңдер. Ол деген дұрыс емес нәрсе. Мектепте барлығы әділетті, көркем және де тату түрде шешілу керек. Мен рай кезет сендерге берер кеңесім осы. Және де бір нәрсе айтайыншы, өздерің үшін емес, ойбай, өздерің деп ғой. Өзгелер үшін емес, достар, өздерің үшін качок болыңдар. Все-таки жігіттерге качок болған жарасады так. Достар, сендерге біздің оқиғамыз ұнады деген сенімдемін. Сондықтан Райдың каналына жазыла кетіңдер. Райда осындай Roblox ойындарын түсіріп, өзінің YouTube каналында салады. YouTube каналының сілтемесін описаниеге және комментария бөліміне қалдырамын. Менің оқырмандарымның топ сила екенін көрсетіп жіберіңдер. Рай кезетке тіркеліп, видеоларына лайк басып, міндетті түрде оны да қолдап жүріңдер. Жақсы ма? Сендермен бірге болған Жуканай және Рай кезет. Всем пока-пока.